Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жұп-жұмсақ, үлпілдек, өте дәмді болып шығатын керемет булочка дайындайтын боламыз. Осындай жұп-жұмсақ болып шығу құпиясы қамырды илеуінде болып табылады. Сондықтан видеоны мұқият соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүт, одан соң 1-2 ас қасық қант саламыз. Одан соң сапасы жақсы, мерзімі өтпеген құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, бетін жауып 10-15 минутқа ашытқымыз көтерілгенше қойып алатын боламыз. Неке осындай болып ашытқымыз көтеріліп бастады. Енді бір жұмыртқамызды солай саламыз. Екінші жұмыртқамыздың сары уызын алып қалып, тек қана ақ уызын салыңыздар. Булочкамыздың бетіне сары уыз жағатын болғандықтан бөлек ыдысқа осылай салып алып қойдым. Мен қажетті заттардың барлығын осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырдым. Одан соң қантымызды саламыз, аз ғана тұз салып, жақсылап араластырып алыңыздар. Егер де каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қантымыз толық ерігенше осылай жақсылап араластырып алған соң, алдын ала еленген ұнымыздың осылай жартысын салып, қамырымызды қолымызбен илейтін боламыз. Ұнымыздың барлығын салып жібермейміз, осылай бөліп салсаңыздар, булочкамыз өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Қалған ұнымызды да салып, қамырымызды илейтін боламыз. Сары майымызды бөлме температурасында қоятын боламыз. Осылай 3 бөлікке бөліп алдым. Енді әр бөлігін қамырымызға салып илейтін боламыз. Сары май толық сіңіп кеткенше қамырымызды осылай басып илеп алыңыздар. Екінші бөлікті де салып, осылай қамырымызға сіңгенше қолымызбен басып илейтін боламыз. Одан соң үшінші бөлігін де салып, қамырымыз енді илеуі қанғанша илеп алыңыздар. Неке менің қамырыма толық сары май сіңді. Осындай жұп-жұмсақ әдемі қамыр болды. Енді осының бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып алыңыздар. Менің қамырым осындай болып, толық ашыды. Енді бөліктерге бөлетін боламын. Қамырымыз өте әдемі, үлпілдеп тұр. Осылай енді басып алсаңыздар, керемет болып шығатын болады. Егер де үйлеріңізде таразы болса, әр бөлігін осылай таразыға өлшесеңдер, булочкаларымыз бірдей болып шығады. Мен осылай 75-80 грамм шамасында бөліп алдым. Егер де таразы жоқ болса, осылай көз мөлшерімен бөлсеңіз де болады. Барлығын бірдей қылып бөліп алған соң, осылай дөңгелек формаға келтіретін боламыз. Пісіретін формамызға орналастырып, бетін пакетпен жауып 10-15 минутқа тағы да көтерілгенше қойып алыңыздар. Менде 15 минут уақыт өтті. Неке булочкаларымыз көтеріліп қалған. Енді бағанағы сары уызымызға аз ғана сүт қосып, жақсылап араластырып, булочкамыздың бетіне жағып шығамыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, 12 дана булочка шығады. Енді қалауыңызша бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мен осылай күнжітті макта сеуіп шықтым. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіріп алыңыздар. Мінекей булочкаларымыз дайын болды.
міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де осы рецептпен жасап көрсеңіздер, міндетті түрде комментарийға бөлісуді ұмытпаңыздар. Осы видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.